Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өздеріңізге бар жоғы 2 ғана жұмыртқамен миксерсіз оңай жасалатын пирожныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Пирожныйларымызды жасау үшін бізге алдымен ұн керек, қант, қопсытқыш, сүт, какао, 2 жұмыртқа және сұйық май. 2 жұмыртқамызды жарып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың үстінен қантымызды саламыз, сүтімізді құямыз және сұйық майымызды құямыз да венчикпен араластырып аламыз. Енді құрғақ қоспаларды қосатын боламыз. Алдын ала илегіштен өткізілген ұнымыздың үстінен какаомызды қосамыз. Оның үстінен қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Үшеуін жақсылап араластырып аламыз осы ыдыста. Және бірдестен салмаймыз. Бөліп салатын боламыз. Егер бірдестен салсақ, бізде түйіршік пайда болып қалу мүмкін, сондықтан бөліп саламыз. Барлығын салып болған соң, біздегі масса осындай жаңағы қою да, шлиз сұйық та болмау керек. Алдын ала пешімізді қыздырып, 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Коржымыздың біздің піскенін шиді тығып білуге болады. Егер шиіміз құрғақ болатын болса, онда біздің коржымыз пісті. Және пирожныйларымыздың коржын толықтай суытып алып барып, осындай формамен болмаса стакандармен ойып аламыз. Дөңгелектенген жаңағы корждарымызды бір ыдысқа саламыз, ал қалған кесінділерін оқтаумен, қолымызбен ұнтақтап аламыз. Болмаса менікіндей блендермен жаңағы ұсақтап, ұнтақтап алсаңыздар болады. Осылай ұсақтаған корждарымды бір ыдысқа салып қойдым. Көріп тұрсаңыздар, блендермен осындай әдемі болып жаңағы ұсақталынады. Енді крем әзірлейтін боламыз. 25% қаймағымыздың үстіне вареный сгущенкамызды саламыз, оның үстінен қантымызды саламыз. Жай осындай қасықпен, лопаткамен, болмаса жаңағы венчикпен араластырып аламыз жақсылап. Кремімізді жақсылап араластырып болған соң, дөңгелектеген коржымызды алып, ортасына кремімізді жағамыз және жанына, айналасына, бетіне кремімізді жағып, ұсақтаған корждарымызды жаққан кремдеріміздің үстінен сеуіп шығамыз. Бізде пирожный дайын болды. Осындай үлкен, әрі кремі де жасалу оңай, тәтті пирожный болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет пирожныйлар болады. Біздің пирожныйларымыз дайын болды. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да оңай торттардың, салаттардың, тағы да басқа дәмді тағамдардың рецептерімен бөлісетін боламын. Сіздермен болған дәмді мекен.